Сәлем достар, сіздермен Әсия Төрегелді. Бұл видеода 7-ші сыныптың химия пәні бойынша 2-ші тоқсанның БЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Бірінші тапсырма: берілген элементтерді металл және бейметаллға жіктеңіз. Калий металл, неон бейметалл, бор бейметалл, литий металл, азот бейметалл, аргон бейметалл, алюминий металл, фосфор бейметалл, күкірт бейметалл. Бұл бейметаллға жатады. Ксенон мына жерде еқап кеткен сияқты. Енді келесі 2-ші тапсырма: сіздерге литий элементінің атом құрылысы берілген. Осы атом құрылысындағы бөлшектерді атаңыз деген. Бізде кез келген элемент атомдардан тұрады, ал атомның ортасында үнемі ядро болады. Мына жер бізде ядро. Енді мына жерде қызыл шариктер және көк шариктер тұр. Бұл бізде протон және нейтрон. Протон, нейтрон. Ал осы ядроның айналасын айнала белгілі бір қабаттармен электрондар қозғалып жүреді. Мына 3 нүкте ол бізде электрондар. Келесі 3-ші тапсырма: атомның қарапайым бөлшектері бойынша кестені толтырыңыз. Көміртек 13 берілген, оның атомдық массасы 13-ке тең болады екен. Енді протон саны ол бізде реттік номерге тең 6, ал нейтрон саны атомдық массадан протон саны алғанда шығады. Сонда бізде нейтрон саны 7-ге тең. Оттегі 18, протон саны 8-ге тең, нейтрон саны 10-ға тең. 18-ден 8 алсақ 10. Келесі хлор 37. Оның протон саны 17-ге тең, реттік номер 17, ал нейтрон санын атомдық массадан протон санын аламыз. 37-ден 17-ні алсақ 20 болады. 4-ші тапсырма: изотоптың қасиеттерін алғаш рет 20-шы ғасырдың басында анықтаған. Изотоп терминіне анықтама беріңіз. Ядро заряды бірдей. Атомдық массалары әртүрлі. Bir элемент атомдарының түр өзгерісі изотоптар деп аталынады. Деп аталады, қысқартып жаздым. Келесі: кез келген 2 элементтің изотоптарына мысал келтіріңіз. Ол бізде көбінесе қолданатын оттекті жазайын. Оттек 16, оттек 17 және оттек 18 кездеседі. Және сутегі 1, сутегі 2 және сутегі 3. Достар, сонымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.